Бұрынғы өткен заманда бір үлкен патшалық болыпты. Ол елдің патшасының аты Сұлтаншын болыпты. Патшаның үлкен уәзірі де болыпты. Оның аты Мерәлі екен. Күндердің күнінде патша аң аулауға шығады. Аңнан келе жатып, патша қыздың бау шарбағына кез болады. Шарбақ ішінен патша қызды байқап қалып, оған ғашық болып қалады. Әйелдікке алуға патша қызға елші жібереді. Тұрмысқа шығуын сұрайды. Сонда патша қыз елшілікке келген адамдарға былай депті: егер патшаңыз мені өзіне жамандыққа аламын десе, менің ол патшаға қояр сұрағым бар. Егер сұрағыма дұрыс жауап тапса, мен оған тұрмысқа шығуға келісемін дейді. Менің қояр сұрағым мынау: бір бағыланым бар. Сол бағыланымның майы көп пе, жоқ әлде еті көп пе деген екен. Сонда патша бұл сұрақтың жауабын таба алмағандықтан қызға екінші рет тағы елші жібереді. Рұқсат қылсаң, бұл сауалдың жауабын табатын адам іздеп табайын. Өзім таба алмадым деп жауап береді. Қыз келісімін береді. Патша рұқсатын алған соң ел жұртын жинап, қыздың сауалын айтады. Барлығы бұл сұрақтың жауабын таба алмайды. Сонда патша уәзірлеріне адамның жаманын, шөптің жаманын, құстың жаманын тауып келіңдер, солардан сұраймын деп бұйрық береді. Сонда уәзірлері шөптің жаманы деп құс қонбасты, құстың жаманы деп байғұзды алады. Енді адамның жаманын іздеп, ас беріп жатқан көп адам жиналған жерге келеді. Тамақ асқан жер ошақтың басында бір қарақолдың жүргенін көреді. Уәзірлері өз ойлары бойынша адамның ең жаманы осы деп қарақолды патшаға алып келе жатқанда, мені қайда алып келе жатсыңдар деп сұрайды. Сонда уәзірлері: біз сені патшаға апарамыз. Бізге патша шөптің жаманын, құстың жаманын, адамның жаманын алып келуге бұйрық берді дейді. Шөптің жаманы деп құс қонбасты, құстың жаманы деп байғұзды, адамның жаманы деп сені апара жатырмыз дейді. Сонда қарақол: шөптің жаманы ебелек деген шөп. Жанғанда жалыны жоқ, сөнгенде шоғы жоқ. Құстың жаманы сауысқан. Адамның жаманы мен емес, адамның жаманы күшік кию депті. Мен біреудің құлымын. Менің құным 1000 ділдә. Сол құнымды қожайынға беріп сатып алсаңдар, мен баруға дайынмын дейді. Уәзірлері бұл сөзді патшаға жеткізеді. Патша естісімен қарақолды қожайыннан 1000 ділдә беріп сатып алады. Патша қарақолға қарап тұрып: бағлан қозым бар, еті көп пе, майы көп пе дейді. Қарақол патшаға қыздың сұрағын сол жерде жауап берейін дейді. Патша уәзірлерімен қарақолды ертіп, қыз патшаға келеді. Қыз патша әуелі патшадан сұрайды: бір бағланым бар, соның еті көп пе, немесе майы көп пе дейді. Патша еті көп деп жауап береді. Патшаны бір бөлмеге кіргізіп, уәзірлерінен сұрайды. Олар да еті көп дейді. Уәзірлерінде бір бөлмеге қамап қояды. Сұрағын қарақолға қояды. Қарақол майы көп деп жауап береді. Қыз патша: сонда не үшін майы көп, түсіндір дейді. Сонда қарақол: бағлан қозы дегеніңіз өзіңіз, май дегеніңіз халқыңызға жасаған жақсылығыңыз көп деп ойлаймын депті. Патша қыз сонда қарақолды бір үйге кіргізіп, алдына табақ қойып, үстіне бір қарбыз бен пышақ қояды. Қарақол пышақты қарбызға шаншып үйден шығып кетеді.
Далаға шыққан соң патша мен уәзірлері Қарақұлдан: «Қыз патшаның сауалына не деп жауап бердің?» дейді. «Мен еш нәрсе білмедім, менен еш нәрсе сұрамады» дейді. Өзінің сұрақты тапқанын жасырған соң патша оған ашуланып, Қарақұлды дарға асуға бұйырады. Қарақұлды дарға асатындығы қыз патшаның да құлағына келіп жетеді. Сонда қыз патша баяғы қарбыз бен пышақты қолына алып келеді. Қарақұлды аспақшы болғандардың жанына қарбызды қақ бөліп, үн жоқ жүріп кетеді. Қарақұл: «Мен енді шындықты айтамын, патшаға алып барыңдар» дейді. Қарақұлды патшаның алдына алып келеді. «Мен қыз патшаның сауалына былай деп жауап бердім: Бағлан қозы өзіңіз, май дегеніңіз халқыңызға жасаған жақсылығыңыз дедім. Сонда қыз патша маған бүтін бір қарбызды әкеп берді. Оның мәні осы: қарбыз жарылмай шыныңды айтушы болма дегені еді. Мен оны түсініп пышақты қарбызға шаншып кеттім» дейді. Ол осы пышақпен бауыздасаң да айтпаймын дегенім еді. Сондықтан бұл сөзді сізге айта алмадым. Қыз патша қарбызды дардың түбіне әкеп жармаса, мен өлер едім. Міне менің ойымша, майы көп деп айтқаным дұрыстығы осы» дейді. Қыз патша осылай сұрақтарына жауап тауып берген Қарақұлға тұрмысқа шығып, барша мұрат мақсатына жеткен екен.